Чатам қалайсыңдар? Бүгін 36-шы күн. Бүгінгі видео фотоаппаратпен айтып өтті. Şimdi biz кездесулерге шықтық. Бүгін өте жақсы ұйқы болды. Ұйқы тұтпан. Ой. Сөйтеді ғой. Сөйтеді. В общем, жақсы ұйқы қанды. Энергия деген бешеный. Мана кеше айттық қой. Сезіну үшін өзің дамығанды. Шама чуть-чуть пауза басып, артқа шегініп, рефокустау керек деп. Дәл сол күнді бүгін тағы да өзіме жасадым. Тағы дегенде 16-да мен жасағам сол нәрсені. Бірақ ол неосознанно. Енді кеше түнде осознанно жасадық. Бәріміз бардық та компьютермен көп бардық та ойын ойнадық. Түнде ночь қалды ойнадық. И уже нәпсі қанды. Сосын ұйықтап алдық. Плотно ұйықтап алдық та, а енді бүгінге энергия деген бешеный болып тұр ғой. Так что онда бір терапия ол. Давайте-ка тамақ жейміз, кездесуге барамыз. Бізбен бірге онда. Давай. Оператор болып қиын. Так, біз проблема емес. Кейсе танымдармен кездестік, сөйлестік. Ертең до обеда бір тез вебинардың бүкіл структурасын проекттен бәрін құрып тастаймыз. Ал қазір мега кел. Ертең мына жігіттер Астана айтады, команданың балдары. Солар жолға бірдеңе алайын деп жатыр. Енді ашықтықта болайын. Қалайсыңдар? Бүгін 37-ші күн. Что-то қыс басылайын деп отыр уже. Қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Түндерің қалай өтті? Сойысқа салғандай бүгін кездесулер болды, шаруалар бітірдік. Мана таңертең айтқандай ұйқыны қандырдық. Жаңа күнге вообще шамал төмен қарай линияның прогресін шамал төмендетті. И сразу скачок болды. Бүгін примерно айтам, так 3 шаруа бітірдім. И я доволен собой қазір. И бүгінгі кітап тыңдап келдім. Мана бір шаруа сатқан кезде кітап тыңдап отырдым да бүгінгі челлендждің несін пунктын. И сол кезде даже сол кезде емес, соны қоса и оның алдында бір мынандай инсайт келді. Инсайт келе береді екен бар ғой, негізі. Егер сен всегда андай дамып отырсаң, всегда бір жаңа нәрселер алып отырсаң, допустим, мынандай еще. Осы бүгінгі әңгіме сол инсайтқа байланысты болады негізі. Егер сен допустим, маркетингтің жағынан инсайттар ала берсең, яғни маркетинг дегенде өз жұмысың жағынан, допустим, инсайттар ала берсең, кітап оқи бересің, тыңдай бересің, инсайттар бір кезде таусылып бастайды. Сол кезде сол кітапты жалғастырмау керек дальше. Оқатын кітабыңды, потому что ол саған басында да эффект беріп жатқан жоқ әлі да. Значит, сен уже тойдың шамалы. Инсайтқа тойдың, шамалы инсайт саған келмей қалады шамалы уақыт бойы. Потом тұрасында психология жағынан, яғни сенің просто өмірге қатысты видеоларды қарап, сол жақтан инсайт алып бастайсың. Яғни сен просто контентті потреблять етесің ғой. Сол кезде өзгерту керексің бағытын. Допустим, мен кітап тыңдаймын ба, оны қай кезде байқадым, оның алдында тонкости пофигизмаден тыңдадым да, соны тыңдаватым, и уже келесі тағы да психология тыңдайын да. Потом тыңдап, бір кезде эффект болмай жатыр, бірақ жақсы кітап. Сонда, помните, мен принцип Паретто 80-20 деген кітап тыңдап бастадым. Соны тыңдап отырдым, инсайттар сразу келе бастады. Деп. И мен түсіндім, оказывается, инсайттар бітіп ма? Просто кітапты ауыстырып жүру керек уақытша. Потом қайтып келесің оған, потому что сен таңдаған кітап в любом случае саған бірдеңе келеді. Бостан-бос түспеді ғой саған қолыңа. Оның алдында сол түсіндім, что бір бағытты білем ала бермеу керек. Яғни сен мамандығына қатысты бүкіл биология, химия оқып керек емес. Просто екіге бөлінеді ғой. Біреу сенің жұмысына қатысты кітап, білімді, ал екіншісі сенің өміріңе. Ол психология в любом случае любой адамға керек. Адамның психологиясы, өмір туралы вообще нелер, өмірдің заңдары да қалай не болатын, бүйтсем былай боламын, жақсы істесем жақсы қайтып келеді деген сияқты әңгімелердің барлығын саған дәлелдететін тоже кітаптар керек болады. И сол бүгінгі айтатын нәрсе, если саған бір кітап, сен оқытқан кітабын, челлендж кезінде оқытқан кітабын саған дыма келмей жатса, саған эффект бермей жатса, онда сен просто кітапты өзгерту керексің. И
скорее всего сен өзіңнің жұмыс жағына қатысты кітапты оқуға тырыс, потому что сен екі жақта да даму керексің да, тек қана өмірлік. Сен өмірлік философия дамып кетуі мүмкінсің, бірақ именно өзінің андай кәсіби салаңда сенің навыктарың әлсіреп қалуы мүмкін. Сол үшін сен екі жақта дамып отыру керексің. И бүгінгі айтатын нәрсе осы, но в любом случае кішкене дамып отыру керек. Просто если сен жалпы нет процент келмей жатса инсайт, просто бағытыңды өзгерт, алатын информацияның ресурсын бәрін өзгерт. Сол кезде сол жақтан да инсайттар алып бастайсың. Бүгін 37-ші күн мен шамалы камераға үйрене салмай жатырмын. Еще саған да ауыр екен бүйтіп тұрғанда қолым талып қалады. В общем, бүгін айтатын сол нәрсе сол. Күн салқындап кетті. Бір күн енді бұйырса көшіп жатсақ, сол жердегі жарда бір әдемі жар тауып үйде түсіретін боламын, потому что мына жерде уже шамалы қиындау. Сол үшін давайте 37-ші күн всегда дамымауға причина жоқ. Сен дамып жатқан кезде причина тауып аласың ғой. Маған бермей жатыр, уже мен походу тойдым, информация деп айтасың ғой. Ол сенің причинаң да тастап кету кітап оқуға. А сенің оның решениесі просто сол кітаптың екінші кітапқа басқа салаға қарай ауыстырып, сол жақтан білім алуға. 37-ші күн аяқталуына шамалы уақыттар қалды. Келесі күнде, ертеңгі күнде кездескенше дамыңдар. Бүгінгі күндерің, если таңертең қарасаңдар, оказывается мен видеоны көбінесе таңертең қарайды екен, түнде салам, бірақ таңертең қарап, сол видеоны энергияны алып күн бастайды екен. Так что шүкір, молодцы, сол күндерің берекелі болып, қойған мақсаттарың, жоспарларың бары орындалсын. Сендермен бірге ертең давайте. I'm so down, I'm not leaving, there's no doubt. I'm in deep, oh no.